Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ата-баба салт дәстүрін, олардың келер ұрпаққа аманаттап кеткен мол мұрасын жете түсінуімізге орасан зор мүмкіндік тууда. Бүгінгі бағдарламамыздың арқауы шығыста, елін жерін қорғауда ерен ерлік көрсеткен Жұмық батыр, Қожан батыр, Жанбай батырдың, Қабанбай батырды қолдап бірге жорыққа шыққан сарбаздар еді. Бүгінде батырдың ұрпақтары бас қосып, шеже жазып, Қожан батырдың 330 жылдығын атап өтуге үлкен дайындық үстінде. Осы бағытта іскер Серғазы Айтқалиұлының ұйымдастыруымен 80 жастағы Дәлелхан Ілиясұлының шаңырағына келіп, батыр бабалары жайлы сыр шертіп, сол жанұяның тыныс-тіршілігімен таныстық. Мен атым Дәлелхан Ілиясұлымын. Қожаншы Жанбай болам. Қожан деген ұры алты жұмықтың кенжесі. Үш Қожан деген ел боламыз. Үш Қожанның баласы Есенқұл, Есенқұлдың кенжесі Жанбайдың ұрпағы болам. Бұрынғы бабаларымыз айтқан, аш жақсын артады, бір тегіне тартады. Мал қуанар семізге, бай қуанар егізге деген. Негізіміз, тегіміз Жанбай атамыз батыр болған. Тарихта мықты шешен болған. Өз Жанбай руынан не түрлі мықтылар, шешендер, батыр балуандар шыққан. Сол әулеттің ұрпақтары боламыз. Ұрпағым осылай. Бұдан кейін балаларға айтарымыз, осылай жақсы ниетті, сонау өткен заман өткен ата-бабамызды жиып теріп, бірімізге бір таныстырып, ұқтырып жатқан ұрпақтарға мыңда бір рахметімізді айтамыз. Бұдан кейін жалғасты, осы тарихты шежіренің мұтылмайтын мұра мынау. Шежіре дегенде мұтылмайтын тәртіп, мұтылмайтын мұрамыз атамыздан қалған. Осыны жалғастырып істей беріңізге мен шын тілектен тілеулестік білдіремін. Және осыны sevген ұрпақтарға бір ауыздан ықылас батамды беремін. Біз мына ұрпақтарымызға айтарымыз, біздің ұлы үлкеніміздің бірі Сеңсең деген ақсақал болған. Бұл кісі 92 жасқа ел аралайды. Сонда өреде құрт аузын сап, өлеңдетіп отырған адам екен. Әкем дейді дадау деген ән сап отырады дейді. Сол Сеңсеңнің ұрпақтары Қамыш деген кісі болған, Қамыш асқан батыр болған. Сол уақытта мына Совет өкіметінде орыстар Қамышты атамызды екі адамды алып шығып, Қамышты алып шығып екі орыс. Соны далабарында Қамыш мен дәрет алам, намазды оқып алайын, соны ат депті. Соны Қамыш судың бойында дәрет алып отырған орыстың біреу келіп, тұр, уақыт болды дегенде, әгім мылтық ұстап отырған орысы бастап ұстап, алдында екі орыс әңгімелеседі. Менде 5 солоқ бар, менде 5 солоқ, екеуінде 10 толоқ бар, оны Қамыш біліп алған. Соны орысы бастап ұстап жібермей, ана қарыстағы отыр орыс атам десе, орыс солай қарай ұстайды. Мына жақтан былай қарай ұстайды. Сөйтіп Қамыштың қолына аяғына оқ тиеді. Сөрді Қамыш құшақтап тұрған орысты бір сап өлтіріп жығаттаған, ана 5 солоқ біткеннен кейін өзі қашып құтылған батыр адам болған, даңқты адам болған Қамыш. Мына біздің Бармақ ауылынан тарайды. Түмелес деген кісінің ұрпақтары. Сеңсеңнің Қамыш деп айтады, мұндай мықты болған адамдар. Қамыштан Сеңсеңнен Байнолла Қамыш екі бала туған. Байнолланың ұрпағы Қижаш деген кісі, Қижаш Ақанай деген кісі, Ақатай деген кісілер. Сол ұрпақтарымыз әзір бар міне. Алматыда осылай бір жақсылық еліміздің, халқымыздың бір игілік шаруа үшін жұмыс істеп жатыр. Осы ұрпақтарға мыңда біз рахметімізді айтамыз. Басқа айтарымыз жоқ. Баладар. Бұдан кейін жалғасы осы тарихты қузап жаза беріңдер. Осыны халыққа бір игілікті іс қалтырыңдар. Айтатын талабымыз, тілегіміз осы. Қожан жөнінде айтар өте көп. Бірақ енді сіздердің осы еперлеріңізбен мен мынау Қожаның шежіресін жиып жатқан жігіттерге, бүкіл Қожан есті жұртыма дұғай сәлем айтар едім. Қолға алып жатқан істеріңіз жемісті болсын, ілгері болсын. Қожанда қазақтың бір бұтағы. Мысалы, мұраның ішінде де жоқтау, мақал-мәтелдің ішінде де Қожаның мақал-мәтелдері жүр. Жоқтау жырларының ішінде де Қожаның жоқтау жырлары жүр. Беташардың ішінде де Қожаның беташырлары жүр. Үйлен салт жырларының ішінде де. Сонда барлығының ішінде Қожаның үлесі бар. Бірақ енді оны мен жаңғыз өзім қаншылықты немене қылдым, өте аз алдым мен. Енді осы сіздің эфиріңіз арқылы бүкіл Қожаны естілерге айтарым, өздерінің ру тайпаларының ішінде осындай жоқтау жырлар болса, өзінің рулары жөнінде мақал-мәтелдер болса,
содан кейін керемет бір ақын, жазушы, жыраулар бар ғой. Солардың өздерінің шығарған жоқтау жырлары, немесе үйлену салт жырлары, беташар жырлары болса, енді сіздермен хабарласып, осыны көп болып көтерсек. Енді жалғыздың аты жалғыз ғой, жалғыздың шаңы шықпас дейді. Сонда енді бұның барлығы халықтық дүниелер болғандықтан көп болып көтерсе, ол жеңіл болады жүк. Бабаларымыз түгел батыр болған дейді. Қожан бабамыз батыр болған. Оның арғы әкесі Жұмық бабамыз батыр болған. Кейін Қожаннан Жанбай деген атамыз шыққан батыр болды. Ол кісі Жанбай батыр, Қабанбай батырдың сардары болған дейді. Бұрынғы тарихта жазылғанда. Жалпы Қаракерей Қабанбай батырдың қайда туып қайта қайтыс болғаны білу үшін ең алдымен қазақтың салт дәстүрін білу керек. Одан кейін аңыз әңгімелерін білу керек. Сол тұстағы тарихи деректердің басын қоса білу керек. Топономикаға жүгіну керек. Және осы үшеуінің басын қоса білу керек. Онсыз Қабанбай батырдың кейпі ашылмайды. Қазақстан ғылым академиясының Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтында Қаракерей Қабанбай батыр туралы 18 дастан сақталды. 18. Сол dastanдарда атамыз дүниеден өтетін білгеннен кейін былай дейді: жиылып тегіс ас беріп, ту биені сойыңдар, арқаға арнап бейіт соғып от орныма қойыңдар дейді. Арқа туған жерім дегенді айтты. Осы кезде басын сүйеп отырған Жұмық Дәулетбай батыр былай дейді. Дәулетбай батырдың келіншегі былай дейді: Мағриб пен Машриқтан асыл қоймай жинаған, есілменен нұраның арасына сыймаған қайрағам менің қайнағам деп қайсы топ жатқан жерін нақты айтып берді. Арқа есіл нұраның арасы. Осы дастанда да мынандай сөз жүр: айнала жел соғады Алакөлге, Алакөл сусын болған талай елге. Әркімнің өз тілеуі өзіне деп Қабекең көшіп кетті Сарыбелге. Жиып ап Мүкәммалдың Дәулетбайда көштің басын бұрыпты Ащысуға дейді. Ащысу қасымызда 37 шақырым жерде, Алакөл қасымызда 70 шақырым жерде. Жаңағы Арқа, Есіл, Нұра деген топонимдерге Ащысу және Алакөл деген қосылды. Енді Сарыбел деген қосылды. Сарыбел туралы Иман Жүсіптің айтып кеткені бар баяғыда: Арқаның Абылай Аспес Сарыбелі Ерейментаумен басылады да Нұрамен аяқталады. Міне Қаракерей Қабанбай батырдың туған және қайтыс болған жерлері туралы халық аузынан бізге жеткен аңыздарда Тарбағатай, Зайсан, Алакөл, Шығыс Қазақстан деген сөз жоқ. Осы маңайдың ғана топономикасы айтылады. Оның себебі 1897 жылы атақты Төбе би Сүлеймен Байжігіт ішінде Мәмбет, Мәмбеттің ішінде Қожақұл, Қожақұлдың ішінде Қабанбай, Қабанбайдың ішінде Әлі. Тікелей ұрпағы ғой. Сол кісі Көктұмада үлкен түсөл өткізеді. Сол түсөлде өзі Байжігіт шежірешісі Маусымбай және Қаракерейдің шежіресі Қырықмылтық Сүлеймен үшеуі айтып отырып, Таңатар Кәрібайұлына Байжігіттің үйленуі, Қабанбайдың жаралмысы секілді 3-4 дастанды айтқызады, жырлатады. Ол мына қазіргі отырар кітапханасында сақтаулы тұр. Жинаған барлығын профессор Тұрсын Жұртбай. Тұрсын Жұртбай да осы кісілердің ұрпағы. Байжігіт ішінде Мәмбет. Сол дастанда сендердің арғы аталарың Байжігіттің үйленген жері туралы былай дейді: жайлауы Дәулеткерей, Есіл, Нұра, құдалық бұрынғыдан қалған мұра дейді. Байжігіттен Мәмбет, Мәмбеттен Қожақұл, Қожақұлдан Ерасыл туады. Сонда Ерасыл атамыз туардан 75 жылдай бұрын осы жерде Байжігіт өмір сүріп отыр. Енді осы жақтың топономикасы: Байжігіт, Жанжігіт, Тоғас, Әлі, Мырзакелді, Мәмбет, Қожақұл, Шақаман, Шүңет, Ағанас, Қалытон, Түрген, Ергөбек, Жангөбек, Байгөбек, Еспенбет, Есенгелді, Қараменде, Қыржы, Кешу, түгел сендердің аталарың ғой. Алтайда немесе шығыста бүгінгі Семей жерінде осындай атауларды кездестіргенің бар ма? Жоқ. Себебі біз ол жақта жоқпыз.
Бұл кісілерді сырдың аймандары деп атайды. Төлегетайдың 4 ұлын сырдың аймандары деп атайды. Қаракерей, Матай, Садыр 4 болды. Төлегетай атамыз сырдың бойында Жаңақорғанда жатқан жоқ. Ары қарай Мұхтарбек Кәрімов профессор былай дейді: Тоқтар Қожа Байыс биге келіп сіңген кезінде біздің ұлы атамыз Байыс омбының етегінде Қарағаш Қазаншұқыр деген жерде отырған еді дейді. Мен барып көріп келдім. Сол қалпында тұр, Қарағаш Қазаншұқыр Жалтыркөл деген жер әлі сол қалпында ешқайда кеткен жоқ. Одан кейін бері қарай келіп қозғалған жеріміз бұл халықтың аузындағы дастандар. Халықтың аузындағы дастанға селетін болсақ, Қаракерей Қабанбай батыр осы жақта туған. Туу жөнінде 2 дерек бар. Біреуі айтады, Қорғалжының маңайы екен дейді. Екіншісі айтады, мынау теңізге қарай, Ұлытауға қарай Ұғырық деген өзен бар екен, сол өзеннің маңайында дейді. Енді Ұғырық деген өзенді таба алмадық. Ол енді тілленіп кетуі де мүмкін ғой. Құдық болуы да мүмкін, Ұғынық болуы да мүмкін, Қырық болуы да мүмкін. Әйтеуір сондай өзен табылмады. Бірақ осы айтылғанның маңайында Байжігіт, Жанжігіт деген 2 өзен қатар ағып жатыр. Олар Терісаққанға құяды, Терісаққан барып Есілге құяды, Есіл барып Еріске құяды, Еріс барып Мұхитқа құяды. Бұл менің сөзім емес, бұл профессор Тұрсын Жұртбайдың сөзі. Жалпы мен өз жанымнан ешнәрсе қоспаймын. Мен елдің мына ғалымдардың айтқанын айтып отырмын. Жаңа мен алдында 2 үлкен ғалымды айтып берген, тағы да 2 үлкен ғалымды айтып бердім. Енді міне қасымызда Тоғас деген өзен, Тоғастың моласы деген мола тұр. Ол да сенің атаң ғой. Жұмық, Тоғас, Бәмбет үшеуі бір атадан туған балалар. Бұл осы маңайдың топономикасы жөнінде. Келесі нәрсе, Қабанбай батырдың ұрпақтары не дейді дегенге келеміз ғой. 1979 жылы Қазақстан Ғылым Академиясының Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институты қазақ тарихи жырларының мәселелері деген академиялық кітап шығарды. Сол кітаптың тұсаукесері Талдықорған облысындағы Октябрь газетінде өтті. Мен сол кезде 30 жастағы жігітпін, тура 30-дамын. Талдықорған облыстық Октябрь газетінің комсомол жастар бөлім меңгерушісі. Бастап берген топ Рахманқұл Бердібаев. Сол кітапта мынандай ақпарат бірінші рет айтылды. Қаракерей Қабанбай батырдың моласы Ақмола қаласынан 30 шақырым жердегі Октябрь совхозының территориясында Қабанбай жотасының үстінде деді. Октябрь совхозы деген бірақ жаңа ғана өздерің өткен Қызылжар деген ауыл. Бүкіл Найман шөбеті қалды ғой қалай, о жақта жатыр деп. Сонда Рахманқұл Бердібаевтың айтқаны: Әй, сендер сырдың аймандар дейді, сендер сырдан арқадан мына Қарқаралы Қазылыққа келіп қоныстанғансыңдар, шығысқа келулерің кешегені деді. Аң-таң болдық та қалдық. Мақаланың авторы кім? Кітаптың ішіндегі мақала ғой. Болатжан Абылқасымов екен. Іздеп бардым, екеуміз университетте бірге оқығанбыз. Болатжан мына кісінің тікелей ұрпағы, қара шаңырағы. Профессор Болатжан Абылқасымов. Болатжан мынау не десем айтады, біз арқадан көшіп келгенбіз, біздің атамыз Нұраның бойында жатыр, мен барып көріп келдім деді. Аң-таң болдым да қалдым, жақсы. Біздің ауылда 30 шақты қожақұлдар тұратын. Осы кісінің тікелей ұрпақтары. Ол кезде ауылдық совет қой. Ауылдық кеңестің төрағасында телефон соғып, аға осындай әңгіме естідік, біздің қожақұлдардан біліп бересіз бе дедім, жарайды деді. 2 күннен кейін телефон соқты, 2 күннен кейін телефон соқсам, әлі кісі селсебетім жинап қойыпты бәрін. Телефонды ішіндегі ең үлкен Аубакиров Қасымхан деген ақсақал алды. Камалау, қал жағдайың жақсы ма? Сен біздің атамызды неге іздеп жүрсің? Деді. Оны айттым, осындай кітап шықты, сол кітапты осылай айтты дегем. Иә, біздің атамыз Нұраның бойында жерленген. Біз 1916 жылы біздің аталарымыз Қытайға өтетін кезінде 1916 жылғы үйім жарлығы бойынша қазақтың жігіттері әскерге алынатын болды қара жұмысқа. Міне осы әскерге жігіттері бермейміз деп бай жігіттер Қытайға өтетін болып келісіпті. Сонда біздің аталарымыз 10 шақты мықты жігіттер қос-қостан аталып, арқадағы Нұраның бойында Қабанбай батыр атамыздың басына барып Құран оқып, ұлықсат алып, үдере көшіп кетіппіз Қытайға деді. Сол кезде біздің атамыздың әлісінің Садырбайынан тарайтын 1-2 шаңырақ соның басында шырақшы болып қалған екен дейді. Осыны тікелей жалғасы. Атақты Қыдыр молда жырау. Қыдыр молда Әбдікәрімов. Мына Әбдікәрімовтың әкесі ғой журналист. Сол былай деп жазады: 1931 жылы жер аударылып Ақмолаға келдім.
осы жерде Қабанбай атамның басын тауып алып, 3 түн өдім дейді. Басында Досан деген Садырбайдың ұрпағы шырақшы болып отыр екен дейді. Одан кейін ол Қытайға өтіп кетеді. Қытайға өткенде өзінің Қабанбай батыр атты қиссасын жазды. Дастан қалай басталады? Дастан бұлай демеуші ме еді? Қабанбай атамыз туралы ежелден мекен етіп жүреді екен ащы су есіл нұра сары белді деп. Мінекей Қабанбай батырдың шыққан жері. Бұл енді жаңағы алдында айтқаным аңыз дастандар, одан кейін топономика. Енді менің мына айтып отырғаным бұл ұрпақтары. Мен атым Сайрам Қазалы берген ұры болам. Руым Қожан. Қожан ішінде Есенғұл бидің Жанбай батырдың тұқымымын. 1926 жылы дүниеге келгем. Сонау Шығыс Түркістан дейміз, Қытай жерінде. Сонда жасап өсіп туған жерім сол Тарбаға Тайдығарға Қотанаш Қожыр деген тауында туылғам. Сол жақта өсіп өндім. Ол мектеп табалдырығы бітіргеннен кейін қоғамда жұмыс істеп жүрген кезден бастап осы мына ата-баба шежіресіне жақын болдым, үйріп болдым, көптеген тарихтарды зерттеп біліп жүрдім. Енді өз әлімнің жеткен жеріне дейін. Енді біз өз руымды айтсам, жаңа Қожан батыр мынау Найман елінің Қаракерей тармағында Бәйжігіт деген би болған. Сол Бәйжігіттің баласы Жұмық батыр кезінде қазақтың Жәнібек ханымен зөңгілес болған, сол кісілердің хан ордасында қызмет еткерген сондай адам болатын. Сол Жұмықтың 6 ұлы болған Саты, Сайболат, Қожан Қараша, Болат Тәуке деген. Енді осы 6 ұлдың ішінде Қожанды өте-мөте Жұмық қол ұстаған. Өйткені Жұмық батыр сол Тәуке ханның хан егейгішісі болып тұрған заманда мынау Шығыс Қазақстанның Сауыр тауында төр жайлауда кигіз үймен отырып өзіміздің мынау дипломатиялық қатынас жасап арғы Шығыс Қытаймен, мына жақтағы Орыспен, Ресеймен, Ақ патшаның тұсында дипломаттық қатынас жасап өзінің мемлекетін құрып жұмыс істеген. Сол төр жайлаудағы ақ ордасын Қожан батырға билеткен. Қожан атамыз сол Жұмық батырдың ақ ордасын ұстап өзі мынау Бұқара Ташкеннен оқып бітірген заманда, Ресейден оқыған, Мәскеуден. Соның кейін кішкене білімді болғандықтан Абылай ханның заманында недәуір қол ұсталып қызмет өткерген адам. Сонымен осы жайда жұмыс істеп Тәуке хан қайтыс болғанда Жұмық батыр бастаған қалың игі жақсылар Тәуке ханның қазасына Түркістанға кеткенде анау арғы Мәнжурияның қандары, Ақ патшаның қандары келіп осы жақта хан ордамызға қонақ болып дипломатиялық қарым-қатынас жасағанда осыны Қожан батыр атамыз өз қолымен өткізген. Сол кездегі жер шекарасы, сол кездегі ел тыныштығына үлкен септігін тигізген сондай айтулы адам болған Қожан атамыз. Сол Қожан атадан туған Есенғұл ақсақалда би болып, кейін қыдырдарып, енді сол кезде ұғым бойынша ол кісіге қыдыр қонған дейді. Билік ұстап тұрып Есенғұл би болып атанып сол Шығыс Қазақстанда анау Қапшағай деген жерде ол кісінің зираты бар. Есенғұл би бір күні малын бағып келіп отырса, үйіне бір қонақ келеді екен. Қонақ келіп, қонып отырса, Есенғұлдың бір керемет төбет иті бар екен. Содан қонақ қонып жатады. Таңертеңінде тұрса, аға ит келіп, есіктің алдында жатса, үріп сөйткеннен кейін қонақтың тілін, байбанның тілін біледі екен. Аға итке жеп отырған жамбасын лақтырып тастап қойған екен. Есенғұл бабамыздың итіне, қонақ. Сосын мынау қонақ үйге өзін асқан тамақты итке лақтырған істеп іште. Қожан бабамыздың кемпірі сөйтіп ойлайды, әбішесі. Сонымен түннің ортасында бір уақытта мал үркіп кетеді. У-шу болады, таңғарағысында мал табылмайды, қойға қасқыр шапты деп. Сонан таңертең тұрып апамыз айтады, ой, сен түнде
алдың ойған асты итке лақтырып ең, не сұмдық, мынау малға қасқыр шауып, қазір малдың бәрі жоқ қорада дейді. Ай саспаңыз, іштем етпейді деп. Соның қожан аға, Есенғұл би атқа міне шапса, қонақ айтты, сіз мына шығыс жаққа қарай барыңыз, малыңыз аман, қойыңыз қозда бегіз тауып тұр деп сөйтіпті. Мына батыс жаққа барсаң, ана итпенен немене қасқыр әлі айқасып тұр. Енді иттің артынан барсаң, ит сескеніп қалса қасқыр алып қояды. Сол үшін оған барма дейді. Содан дереу әлгі кісі шауып барса, рас сайдың ішінен мал аман, бір қой егіз тауып тұр екен дейді. Сосын малды амандап алып келіп, ит жаққа шықса, ит сол қасқырды алып қойған екен дейді. Содан келіп жиылып, бәрі қайтадан қуанысып, малдарын түгендеп, сөйтіп отырып, қонаққа бағана апамыз кешірім сұрап, сіз мен бағана қатты айтып қойдым. Кешіріңіз, жатыңыз, және бір малыңызды жең деп қондырып жүге жапар болып. Соның әгісіні қонақ қылады, қонақ қып, батасын алып. Енді кетерінде қонақтан қазақ жолы бойынша не бұйымтайыңыз бар деп сұрақ барады екен Есенғұл би. Ой, менде үлкен бұйымтай жоқ, осы жаңағы қасқыр алған итіңді бер дейді екен ғой. Сосын бермеймін деп айта алмайды. Алсаң ал деп қалады екен, алсаң ал десе, ит айланып барып, үйдегі белдеуде, ол уақытта қазақтар ши тоқиды кигіз үйге орамай үшін. Сондай бір бау ши орып әкеп қойған екен, шиге сарып жібереді. Сосын қонақ деніп айтып, әй, болды, итіңді алмай, мына белдеуде тұрған шиді бер, кемпірім ши тоқымасын дейді екен. Сода күртадағы шиді алып бергенше, әгірегеп жаңағы екі қозының біреуі жалақ қояды. Сөйтсе, қонақ айтады, ай, шиді де алмайым, осы егізіңнің сыңары ғой, мен жылбысқаның етіне жерік едім, ананы басын кесті маған асып бір дейді. Сосын енді оның сөзінде кетіп мақұл деп барған сайын осы кісілерге жеңілдік болып бара жатыр ғой. Дереу соятта қозын асып жылбысқаны тартайын десе, Есенғұлдың ойнап жүрген осы Жанбай батыр жүгіріп қозының бастың құлағын жеп қояды. Сонда құлағын жеп қойса, ой, деген ай болды. Қуаласа кетпейтін, тек білесе кетпейтін басыңда бағың бар екен, қуаласа кетпейтін ырысың бар екен. Ендігі бақ ырыс, ана Жанбай деген ұлыңда қалды. Деп әкісі қайып болып кетеді, сүйсе қыдыр қонып тұр екен дейді. Содан біздің Жанбай атамыз содан тартып, мықты болып, атқа мініп, ел арасында жүріп, берері өсіп, енді ағайынды Алыбай, Нұрбай, Жанбай дейді, бірақ Алыбай менен Нұрбайды Есенғұл би малға салып, сол экономикалық жақтан басқартады, Жанбайды оқытады екен. Оғыз оқып, білім алып, недәуір дәрежелі болған кезде шығыстағы Шорға соғысы басталып кетеді ол уақытта. Соның кейін Шорға соғысы басталып, Шорғаны жаугершілік болып, батырдың бәрі жиылып, ел қан кешті, қиыншылық тартып жүрген кезде батырлар саны азайып, сосын Қожан атаның ауылына Қабанбай келіп қонып, маған бір ұлыңды бер дейді екен, атшыға. Сөйтсе, жарайды, онда сенің енді алыстан атыңды ерттеп беруге жарайтын ұлым осы кенже ұлым Жанбайды ал дейді екен. Соны Жанбайды алады, басқа батырлар бар. Сонымен шығып тұрса, Шіріктінің жазығында Шаған деген қалмақтың батыры, қазақтың Қабанбайын көрсем, сол Қабанбайды мен бір жекке шықсам дейді екен. Енді Қабанбайдың атын еститін сондай мықты қалмақ екен. Сосын жарайды деп жиналып барып Шірікті де қалмақпен келіссөзге тұрса, қалмақ Қабанбаймен жекке шығам дейді. Сонда тұрып Жанбай батыр рұқсат сұраған дейді Қабанбайдан. Ата, мені бүгін бір рет ат шығып алып шықтың, маған бер кезегіңді, мен шығай дейді. Ай, сен жассың ғой, мен өзім көрейін, бұл мені аңсап сағынған қалмақ қой деп сөйдейді. Жоқ, сіз сағынса да шықпайсыз, мен шығам. Мен өлсем, мен секілді бір әйелдің ішінде жатыр. Сіз өлсеңіз, қазақтың туы жығылады. Бүтін қазақтың бағы қайтып сағысынады. Сосын мені жібер деп өтінеді. Сосын батасын беріп Жанбай батырды қоя береді екен. Сонда Жанбай батыр атамыздың астында ақ тұлпары бар, мініп шыққан жаңа жарау, жас жігіт. Сонан кейін айғайлап, Қабанбайлап ат ойласа, ар жағына Қабанбайға шықтым деп, қалмақтың Шаған батыры шығады, Ақжар атпенен дейді. Екеуі сол жерде сайысқа түсіп кетеді.
сайысқа түсіп, одан мықты қалмақ. Бір өткенде найзаласады, найза тартпайды, екінші өткенде қылыштасады, одан үшінші өткенде бос бойын шоқпарменен кезекке келген Жанбай Көк желкеден ұрып түсірген екен дейді жағанды. Сонымен қалмақ уәде бойынша қашады, барлығы қуып ары қарай. Соныменен Жанбай батыр жеңісті алып ары қарай кетеді, барлығы қуса, ар жағында мына Тарбағатайдың ар жағында Орқашар деген тау бар. Естуіңіз бар болу керек. Сол Орқашардың тауына қарай ор деген батыр қалмақ бастап, елді со жағынан жауласып, біздің қасқа Байжігіттің тұқымдарыменен жара соғысып, сонан сол жиылып қалың батыр солармен соғысып Орқашар өтіп кетеді. Сөйтсе Қоңқа деген қалмақ Ұранқайдан келген, Ұранқай дейді енді оны, қалмақтың бір табы ғой. Сол келіп мына Маңырақ тауына тығылып қалады екен. Сонан батырлардың бәрі асқанда жайын жатқан ауылға шабады. Сонда біздің Жанбайдың қарындасы Жәндері еркекше киініп алдында соғыс өнеріне жаттығып жүрген қыз екен, 18 жасында. Сонан шығып, Қоңқаменен соғысады екен ғой. Соны соғысып, бір тәулік соғысам алдырмай, сонда ең соңында жекпе-жектің кезегіне келіседі екен. Сонда жекпе-жектің кезегіне келіскенде бірінші кезекті қалмаққа береді ғой. Заң бойынша бұрыннан мұсылман жолын батырлары бірінші кезекті кәпірге береді екен. Содан бірінші кезекті бергенде сол кімді Жәндеріні шауып жібереді екен ғой. Қорғанысқа келтірмей. Сонан Жәндерінің басы ұшып кетеді. Сондағы бой жеткен қыз қолаң шаш ойырған ұзын, ол уақытта қазақтар деген қандай шашты асырайды, керемет шашты адам екен. Сол жерге барып домалап түскенде шаш бұлқырап, жайылып түседі екен. Сонан кейін барып қалмақ батыр әрін қыз екенін біліп қояды да сол жерде айтады ғой, деген ай, мен қателескен екем. Мен бір тәулік алысқанда бір батырмен алысып жүрмін десем, бұл қыз екен ғой. Енді менің жолым болмайды ғой. Мынау Сақтың патшалық бір өлеңдері бар еді, есіме түспей отыр. Сол анау Шіріктіңдегі батырдың тұқымы екен. Енді менің бағым қайтты. Мен енді бұл елге қайта шаппайып, бұл елден енді мен аман-есен қайтамын деп. Сонан кейін алып әскердерін жиып Алтайға қайтып кеткен дейді. Сонан қайтып кетеді, қайтып кеткеннен кейін келіп Жанбай батырлар келеді, келсе қарындасы мерт болған, тауып алып ол кісіні жердейді. Сонан ашуға булығып, бұл кісі забып жата алмай бірнеше күн аттын ықтырып алып Алтайға, Ұранқайға шабуылға кетеді. Қанша батыр, Қожаның батырлары бар, басқа Байжігіттің басқа батырлары бар жиналып. Сонан барса Алтайдың шығысында Ұранқайда Кәпінгөрік деген қан. Соның ауылының батырлары екен, соны шабады ғой. Шауып сонан Қоңқаны тауып өлтіріп, басын алаттағы Кәпінгөріктің қызын алып ол жаға малын айдап Шіріктіге келеді. Сонда қалың батыр таласып, енді таласпайды, біз алсақ деген бәрі жол жоралыққа түсіп, үлкені бар, кіші бар сөйтеді. Сонан кейін Қабанбай тұрып айтады, батыр енді ол кісі алтан тосып, бұны қыздың өз таңдауына берейік, бұл мұңғыл қызды дейді ғой. Сонда тұрып қыз айтты дейді ғой. Батырда таласпаңдар алмай тұрып, басы мақтан жаулық салмай тұрып. Таласқан мен сендерге мен бармаймын, алдымда оттай жанбап, жайнап жанбай тұрып деп таңдауын айтқаннан кейін барып. Сол Энже апамызды сол жерде Жанбайға қосады. Енді Жанбайдың осы ерлігіменен алған батырлықтан соғыста сол Кәпінгөрік ханның қызы Энже. Қазір біздің Жанбай атамыздан 14 ұл тараған, соның 5-еуі сол Інжі бәйбішеден туады. Қалған Мөр деген ең алдыңғы Алғын Шалшын бидің қызы, ол бәйбішеден бірінші алған алғыншысы, одан 3 ұл туады. Ерметай Бармақ Ерікбай деген. Соның Ерікбайынан тарайып. Сондай батырлықтарды істеп, соныменен кейін Арқатау үлкен жиын болып, ол уақытта қазақ 300 ортақ ақылдасып билікке адам сайлайды екен, болыс сайлайды.
Сонда сол жейде нағашы Алшын би отырып апты. Шығыс Қазақстанның билігін Жанбай ұстайды. Сонан Батыр атамызды билікке қояды. Сонымен Шығыс Қазақстанның билігін Жанбай атамыздың қолына берген екен сол заманда. Азулы би, айтулы батыр болды деп бұрынғы ескі ақсақалдар солай сөйлейді. Сонымен сол билікті ұстап Жанбай Батыр бабамыз Ақтайлақ деген шабарманы болған екен, соны ұстап, соныменен осы Шығыс Найманды, бүтін Шығыс Найман Керейін, мына Шығыс Түркістанды негізінен соғыс қолын ұстаған. Сонымен мына Балқаштың көлемінде анау Үржар Мақаншы дейміз, Талдықорғанның көлемін айтады. Сол кезде Қарағытай соны басып алған екен дейді. Сонан барып соғысып, сол Қарағытайды айдап Шәуешекке барған дейді. Консулын көшіріп. Сонда Шәуешекке барған кезде сол әлгі Шалдың патша Жанбайды қонаққа шақырады ғой. Кел, елдесеміз деп. Сол елдесеміз деп қонаққа барған жерінде жанына қанша батыр дейді. 80 батыр деймін ертіп, ішінде Едіге деген Қабанбайдың ұлы бар екен. Солар бар, Жанбай бар, би. Сонымен Бейжіңге барған. Сонда Бейжіңде дипломатиялық қатынас отырып, жер шекарасын белгілейміз. Қазақтың мына Шығыс Түркістанын құрамыз деп, жер біздікі, ол уақытта Қытайлар қуып айдап асырып жеді. Дегеннен кейін барып келісімге келіп, Бәйлі деген қаныша сол Жанның қыз екен. Осы кісі дипломат адам екен. Жанбаймен айтысқа, тартысқа түседі. Сонан кейін бұл жерде сөзден ұтылып, ең соңында біздің бабамыз о жағынан тұтты, бір жағынан өте сұлу келбетті, сондай бір туар адам болғаннан кейін ол кісіге қашық бола ма, сонымен олар шығысып қалады екен. Сол шығысып қалғаннан кейін Жанбай бабамызға қыз талап қойған дейді. Сен батыр елсің, жер сенікі болды. Мына Шыңжаң жері дейміз әзірге. Шығыс Түркістан жері енді қазақтың қолын өтті. Анау Ерентаудың басынан жер шекарасы белгіленіп, сол уақытта сөйтіп Ерентау дейді, Ерен-Қабырға тауы дейді, әзір Қытайлар Тянь-Шань тауы дейді. Соның төбесінде осы күнге дейін айырпланмен қараса көрінетін, жерге түссе табылмайтын алтын әріппен басылған Қазақ пен Қытайдың жер шекарасы деген белгі бар дейді. Енді оны мен көргем жоқ, бірақ сол көндірді естідім. Сол бөлікті ашып, содан кейін әлгі сенің жеріңде ерекше бір мор тас бар. Сурет салуға қолайлы, жазуға қолайлы. Осыдан Бейжіңге ескерткіш тас орнат. Осыны әкеле аласың ба дейді. Сонда 500 атты сайлап, қыс түскеннен кейін Жанбай қаншама нөкер әскеріменен, мұзбенен, қарменен жүргізіп, шаңғыға сап, тасты сүйреп, сол Бейжіңге жеткізген дейді. Сол тас бар, бұл таста қаншама ұлттың келісім өткізген, барлық Қытай мен Қазақтың достығы болған, осындай бір рәсімдерді түсіріп, сол мүсінді қойып, сонымен Шәннің Бәйіл ханшаны алып қайтқан екен. Сонда жете алмай қыста Үрімжіде қыстақ болады. Сол Үрімжі деген жерден Бәйіл деген ханша да оңай емес, енді бір мемлекеттің ханшасы болғаннан кейін ол көз сарай салдырып, Үрімжіні мекендеп, бірнеше жыл мына жағы Шығыс Қазақстанда мекендеп, осының үш әйелдің үшеуі осы жақта болған, біреуі Үрімжіде болған. Сонымен өсіп өнген, кейін өздері көшіп мына Шығыс Қазақстанға келген. Шығыс Қазақстанға келгенде Шығыс Қазақстандағы мына арғы шекараның ар жағында Қотанаш Қожыр дейтін жер бар, шекарада. Баймырза деп қояды әзірге дәуірде. Сол жерде мекендеп, Бәйілі сол жерде тұрақтайды екен. Ал бер жағында 60 шақырым ба 70 шақырым мөлшерінде Шілікті де басқа елдері тұрады екен. Сонымен осы қатарда бұл кісі билік жүргізіп, үлкен мықты дипломат, ел иесі болып, Жанбай өмірін 90-ға келгенше өткізген. Сонда Бәйілі бәйбішесі қайтыс болғанда, сол анау жаңағы айтып отырған Қотанашы деген жерде Емілдің басы сол жерге зираттаған. Әліге дейін Бәйілінің көктасы деген сол жерде тұр. Осы күнде Қытай еліндегі Қытайлар біздің тарихтағы ханшамыздың сүйегі бар деп соған келіп табынып шоқынып тұрады. Бұл бірден бір айғағы куәсі. Ал енді қалған инже мөр бабаларымыз, апаларымыздың зираты мына Шіліктінің Қамшығалдыда Жанбай атамыздың зираты бар. Енді сол Жанбай атамыздың жанында бір бәйбіше сол инжиді бар дейді, естуімде, білуді. Енді мөр апамыз соның артында үлкен сайда
ол кісінің зираты бар дейді. Ол өте үлкен, 500 қой сиятын үлкен зират дейді. Әзір ол қорымда әлі бар қоршағамыз жоқ. Негізі Алла бұйырса соны да көруге, оны да басын көтеруге болатын жағдай. Мөр апамыз сол жерде жатыр екен. Мөр апамыз биді ұстаған екен. Сол 4 әйелдің ішінде мықты болған Мөр, енді Алшын бидің қызы, бұл елде де билік орданы ұстаған ханым болған адам. Енді осындай жұмыстарды атқарған бұл кісілер. Өте ұлағатты адамдар болған, текті адамдар болған, ақсүйек тұқымымен. Енді Жанбай бабамыз туралы. Алтын босаға. Кімді? Алтын босаға. Иә. Енді ол алтын босаға дегенде біздің Жанбай бабамыз өте мықты, сондай керемет болғаннан кейін, өзінің алған анау Қытай елінің ханшасы болғаннан кейін, ол кісінің қолында не жоқ. Ол вақтағы алтын күміс сол кісінің қолында болған. Кейін отаулап Мөр баба бәйбішенің Алшын би үйтігі ол вақта қыз ұзатқанда осы мұны арқадан көшіріп берген екен. Сондағы Рыскелді деген қызды шаңырағына мінгізіп, ақ отау алтын босаға алтын шаңырақпен үйтігіп Жанбайдың басына көшіріп апарған дейді. Ол алтын шаңырақ алтын босаға Мөр бәйбішенің қолында болған. Кейін Мөр бәйбішенің қолында кейін жолы Жанбай тұрып, онан кейін Рыскелді деген жаңағы шаңыраққа мініп келді деген қызды атастырады ғой, өзінің елінен келген қырғыз қызы. Соның екілі болған, Құлтабар Құлшыкеш дейтін. Сонымен олар мал жанды ұстап, сол шаңырақта солар отырып қалды, анасы билік құрып, хандық құрып, өз бөлініп кетті Жанбай бабамыз. Сонан кейін сол алтын босағадан сол Құлтабар бабамыз отырып қалған. Қазірге дейін сол Жанбайдың алтын босағасы сол Құлтабар руында кімді аты алған бірші бабасының атын. Сол ақсақалдың балаларынан Қинаят деген кісі бар. Енді осы Шығыс Қазақстанда қайтыс болыпты 80-нен асқан жасында. Сонда ол кісі де Қытай жерінде болған. Сонда Қытай жерінде отырғанда менің әкем едәуір сұрамдал, осындай тарихқа шежіре мықты адам болады. Сонда қалжыңдасып әңгімелесіп, біз Жанбай батырдың Мөрден туғанбыз. Біз мықты босаға қара шаңырақ өзімізде дегенде Қинаят қызып кетіп, сендер биліктің соңынан, батырлықтың соңынан кеткен алтын босаға бізде қалған. Міне менің сандығымда сақтаулы тұр деп көрсетті деп отырады. Алтын босағасын Жанбайды. Енді сол 62 жылы осы Шығыс Қазақстанға көшіп кеткен, Тасбастауда отырған. Енді ол кісінің ұлдары бар, қыздары бар. Алтын босағаны сақтап отыр ма? Жоқ, сақтай алмады ма? Енді ол жерінен хабарым жоқ. Сол Қинаят ақсақалдың қолында деп естігем бертінде 62 жыл. Енді онан бері де талай заман болды. Қазір сол кісіде бар ма балаларында, жоқ па, о жерін мен білмеймін. Бірақ Қинаяттың қолында қалған алтын босағасы. Құрметті көрермендер, әркім өзінің жеті атасын білген дұрысты, жеті атасын білмеген жетесі деп қазақта мақал тегін айтылмаса керек. Сондықтан еліміз егемендік алып, етек жеңімізді жинап, бұл дүниеден өткен батыр бабаларымызды іздеп тауып, жоқтап, олардың қалдырып кеткен мұрасын одан арғыман бүгінгі ұрпақтың санасына құю мақсатында үлкен қазір рухани жаңғыру болып жатыр. Неке жақын арада Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданы Шілікті ауылында Қожан батыр, үш батыр, Жұмық батырдан тараған Қожан батыр, Қожан батырдан Жанбай батыр бабаларымыз тараған. Біз сол бабалардың, батыр бабалардың ұрпақтарымыз. Ал енді осыны келесі ұрпақтың санасына құю үшін, яғни әрине шежіре керек. Шежірені білмесе, ешкімде өзінің ата бабасын аз ғана тар көлемде білу мүмкін, ал кең көлемде білу үшін жаңағыдай шежіре керек. Сондықтан шежірені сонау ерте кезде қолға алған біздің көршілес Қытай елінде өмір сүрген, кейін елімізге келген Рамазан Баймолда атамыз болған екен. Енді бір кезде сол кітапты маған алып кеп, бір күнге ғана оқытып, қайтадан қазақшаға аудартып алған соң алып кеткен өте қолдан қолға тимейтін кітап еді. Неке ол кісі қазір бақилық болды, оның артында қалған ұрпағы Неке Гүлзира ханым біздің жаңағы сұхбатымызға келіп отыр. Әкеңіз жайлы сыр шертсеңіз, анаңыз жайлы қанша бала болдыңыздар, сіздерді қалай тәрбиеледі, шежірені қалай жинақтады? Сәлеметсіздер ме, қайырлы күн, барша көрермен.
Мен сол Рамазан Баймолаұлының кенже қызымын. Әкем мен шешем негізі 55 жылы тұрмыс құрып шаңырақ көтерген екен. Содан бір кіндіктен 16 баламыз. Әкем арғы бетте де осы жақта да жалпы жұмыспен қатар шежірені де ала жүрді бірге. Сол Сағындық Шұғайыпқызымен бірге бәрі бірлікте осы қазақ еліне қоныс аудардық 2006 жылы. Бақилық болды 2014 жылы ақпан айында. Ол кісінің бастарманы сол жақта шығарған Қожан шежіресінің 2-ші томын осы жақтан шығару еді арманы. Жалғастыру, иә. Бірақ ол болмады, Алладан келген ажал енді өзінің несі бақилық болып кетті. Енді менің өзімнің арманым сол әке жолын жалғап, сол Жанбай батыр жөнінде кітап, қожандардың руларын бәрін қайтадан толықтырып жазып, асықпай зерттеп жазу. Енді ол алдағы уақыттың еншісінде. Анаңыз бар ма? Анам бар, 82 жаста. Аты Сағындық Шұғайыпқызы деп. Үлкен ағамыз уже 65-те, ол Қытайда арғы бетте әкім болып істеген, сосын кейін пенсияға шықты. Кенжесі менмін, әзір анамыздың қолындамыз. 16 баланың кенжесі. Қызы екен. Кенжесіміз үлкен әулет. Біз анам шөбере шөпшек бәрін көріп отыр, неменеге дейін көріп отыр. Немерені қойып, немене көріп отыр. Аллаға шүкір, санын айтпайды, біз де айтпаймыз. Солай анамыздың жолын жалғап, әке дәстүрін насихаттап жүрміз. Сондай шаңырақта, сондай ата-ананың қамқоршылығында өскен біздер жаман болмаймыз деп ойлаймын. Ары қарай ата-бабамыздың, сол Жанбай бабамыздың, әулие бабаларымыздың аруағы қолдап, Алла қаласа сол кітаптың тағы да шығуына сіз болып, біз болып, басқа ұрпақтар болып атсалысып, жақсы бір Алла Тағаланың бір сәтті күндерінде сол кітабымыз Алла қалап баспадан шығып жатса нұр үстіне нұр болар еді. Сол арманым әкемнің сол арқалап кеткен аманатын о дүниеге бізге аманат қалдырған жалғастыру. Өзі жақсы. Ендеше құрметті көрермендер, Қожаның, Жанбайдың қыздары өте батырдың ұрпағы болсын, батыл келеді, әділ келеді, сосын шешен келеді, өткір келеді, және айтқан ісін қолма-қол орындайтын жаңағы керемет бір сөзді, бір беткей, бір рулы елді асырай алатын мықты іскер, кәсіпкер сондай қыздар. Сондықтан мен Гүлзираға сенем. Гүлзира сол кітапты ерте ме кеш пе шығарады. Аллаға жарылсын. Бүгін бір жақсы кеш болсын. Сол үлкен ағаларымыздың өлеңін айтып беріп отырайын. Бердіқан Абаев деген ұстазымның туған ел деген өлеңін айтып берейін. Көз әуелімен. Қой десе өлің десе бөгілмеген қозысын өлің қойдың көгіндегім. Кеңпейіл ашы жарқын туған ұрқам мен талай құрметіңе бөлінгенем. Қашанда ұмытпаймын қадіріңді, өзіңде басқаға айтам мән жырымды. Қой жайып табанымның ізі қалған, ой жайлау сүйіп шатталатырыңды. Көш жолың иір-қиыр асқар тауым, сол жолмен өзің іздеп қасқартамын. Сапырып сар жайлауда сарғымызың, қонаққа кең жайылған дастарқаның. Өзіңнің оттыртасын кім сүймеген, өзіңде бөліңді сөміркінбегем. Кеңпейіл ашық жарқын мінезіңді, ойым бар аспан асты білсін деген. Көз салсам жасылып үліш жайлауыңа, көз салсам шағаладай қойлауылға. Жағымсып жамандарды мақтаған жоқ, ешкімнен өсіп өлең жаттаған жоқ. Жүректің дүрсілдеген қойын шерттім сырымды, ешке бөгіп сақтаған жоқ.
балым қайда, артымда өзім өсім сөзім қалып ұрпақтан ұрпақтарға таралмайма. Артымда өзім өсім сөзім қалып ұрпақтан ұрпақтарға таралмайма. Бір тамаша талант ұрпақтар өсіп жатыр. Алла тағала тұқымы секілді ғалымның жолын берсін. Біз тілекшіміз. Bismillahirrahmanirrahim. Allah jarlıqasın, aman saqtasın, asqal aldığın versin, asqamandığın versin. Көктен жаудырсын, жерден өндірсін. Тарыдай тасысын, бидайдай өрттірсін. Жұлдыздармен жанастырсын, жақсылармен жарастырсын. Жамандардан қарас қылсын. Жортқанда жолдарың болсын, жолдасың қыдыр болсын. Қылырың қияласын, періштең ұяласын. Шаңақтарыңа шаттық, көңілдеріңе қуаныш орнасын. Ниетлеген тілектерің қабыл болсын. Төрт көздерің түгел болсын. Серғазы баладарыңның қызығын көр. Әр уақытта сарқаның осындай жақсылыққа жайылсын. Барлық жақсылық тілейміз. Сол үшін енді сіздерге ән айта алмаймыз десе де енді осындай бір отырған кезде әудеп қояйық. Көзіңнің мөлдірін ай деген әнді айтып берейін. Барады аулым көшіп қызыл жарға, таң атар шолпан туып сызылғандай, көзіңнің мөлдірін ай. Осы әнге қоңырлатып сала берем, көңілім сені ойлап бұзылғандай, көзіңнің мөлдірін ай. Құландай жүйрік майда жалай, бар мекен бізде ынтызар ай. Ішінен топ қарағай, уәделескен көзіңнің мөлдірін ай. Не қалды қарайғанға, қамыс қалдау, ауылы қалқатайдың алыс қалдау, көзіңнің мөлдірін ай. Аулына алыс қалған қарай-қарай, қайрылып қаршығадай, мойным талдау, көзіңнің мөлдірін ай. Құландай жүйрік майда жалай, бар мекен бізде ынтызар ай. Ішінен топ қарағай, уәделескен көзіңнің мөлдірін ай. Көзіңнің мөлдірін ай. Қазіргі сәтте Астананың қақ төрінде отырып, әйнектен қарап, керемет мынау ботаника бағы бар екен, соны көріп өзіміздің Астанада тұрғанымызды сезіне бастадық. Оңға дейін біз қаланың ішінде әдеттегідей Алматыда жүрген сияқты жүре бергенбіз. Осы қақ төрінен біздің ағамыз жаңағы Нәсіпхан Жаханұлы, яғни қазір қанша жастасыз? 74 жаста. Ұлы Ерсін екеуі осы жерден керемет зәулім сарай, керемет жақсы үй алыпты. Үйдің іші құтты болсын, берекелі болсын, балаларға толсын іші деп, сондай бір қуанышпен біз осында келіп, ағамызды іздеп келіп, қазір бір сұхбат алайық деп отырмыз. Оның да себебі бар. Менің атам Байнолла, осы Байнолла атамнан тараған, менің әкемнен ары қарай бұл кісі бәрін жақсы біледі. Маған жиен нағашы боламыз, сонда. Осы жағын дұрыстап бұл кісі айтып береді.
Ал сөз кезегі өзіңізде. Өзімде болса, мен Жанбайдың Бармақ деген ұруынан тараймын. Қамыш сеңсең баласы Байнолла Қамыш дейді. Мен Байнолланың қызынан туғам. Шешеңіздің аты кім? Шешемнің аты Бөкей. Тағы да қандай қыздары болған? Байнолла атамның? Аттарын жаңа айтып отырдыңыз ғой. Аққұман дедіңіз ба? Ақман, Бисалиман дейді. Салиман деген үш қыз, менің шешеммен 4 қыз болды. Бөкен. Бөкей. Ақман, Бөкей, Бисалима, Салима, не? 4 қыз. Және менің әкем Қизаш. Қизаштың кенже бауыры болған екен, 1 жасында ма қайтыс болған екен. Осында. Анаңыздық бар ма? Қанша жасыңызда анаңыздан жаңағы қол үздіңіз, немесе анаңыз әлі бар ма? Анамнан 71 жылы 12 айдың 31 күні қайтты анам. 64 жасында қайтыс болды. Анаңыз сонда не айтып отырушы еді сізге кішкентай кезіңізде? Кішкене кезінде осы барлығын айтатұғын. Менің әкемді көрдіңіз бе сол кезде? Көрдім ғой. Мен де көрдім. Бәрін біледі. Қай ауылда тұрдыңыздар? Қай ауданда? Нағашым келіп жүрген кезде Ауызши деген жерде тұрдық. Чегара. Бер жағы Текпе деген, Сауыр деген тау бар. Текпеде туып өстік қой. Сайқан Сауырға жақын ғой, сонда? Сайқан Сауыр деген басқа жер арау. Текпе деген өзі бір тау. Бер жағы Қазақстанда, ар жағы Қытайға қарайды. Сол тауда туып өстік. Қожан деген руымыз. Қожанның өсіп өнген жері сол Текпе Сауыр. Сонда нағашымыз келіп жүреді, білем. Сонда сіздің өз руыңызда қожан болды ма? Қожан. Әкеңізде қожан болған ба? Қожан. Енді өзім қожан басы бар. Әкеңіз қожан ішінде кім болған? Әкем қожан ішінде Қаракерей Қабанбайдан тараймыз ғой енді бәріміз. Жанбай болған ба сонда оқысы? Жоқ, Жанбай емес. Албай деген ру. Албай ішінде Сүрінбай деген, Сүрінбайдың баласы Жаман Балтабай дейді. Біз Жаманнан тараймыз. Албайдың ішінде, е? Жүзді қожан Жанбай бармақ түмелес сеңсе Шұрынбай, ол өзінше бір бөлек, сіздегі Шұрынбай атап бір бөлек, е? Сонда әкеңізде қожан, шешеңізде қожан екен ғой? Нағыз қожан сіз екенсіз ғой? Бүгін ғана біліп атырым. Аллаға шүкір. Енді қанша балаңыз бар, арғы беттен қашан келдіңіз, жолдасыңыз кім болған, немере шөберелеріңіз бар ма дегендей? Арғы беттен 2005 жыл келдім отаныма. Бір ұл бір қызбен келгем, Құдайға шүкір. Әзір екеуінен 5 немере көріп отырмын. Қытайда бір қызым қалды. Ода 2 немерем бар. Айта береміз. Өте жақсы. Ұлыңызда қызметте, келініңізде қызметте, е? Ал енді мынау Астананың қақ төрінде рахатқа бөгіп отырсыз. Ризасыз бе өміріңізге? Ризамын. Осында елестеттіңіз бе? Елестетеміз ғой, айналайын. Қытайда қараған дейтін отын чауып, соны жақтық. Көмір жақтық, онда да қи жақтық. Тау сағалап жүрдік. Мұнандай өзіміздің отанымызға келіп осындай неменеге жеткізіп отырған бірінші Аллаға, екінші мұны елбасына желбіріп тұрған көк байрағына онан кейін тұрған киіріп неменесіне бәріне қуаныштамын. Мен ана 4 қыздан кейін туылыппын. Сол кезден әкем ана қуанып, қуаныш деп атымды қойып,
ана үлкен әкем 102 кеп қайтыс болды ғой, Қабдолла деген кісі. Ғасыр жасап кетті ғой. Сонан атам мен апам ат қоюға таласады екен. Жаңағы, енді бір немере кеп жатыр ғой. Сонан ана сол кездегі дүниені көрдіңіз ба? Ана атамызға алдап, сол кездегі дамбал дейміз ғой енді. Дамбал тігіп беріп, алдап, сонымен апам қойыпты атымды. Дүниені көрдіңіз ба? Өне көр, тарих деген, үлкен тарих бұл деген. Сол кезде. Сонда ана менің атымды қойғанда, ана айғайлап қойған кісі Сейітқан деген кісі. Сейітқан, мына Қастердің әке Сейітқан білесіз ғой? Сол кісі, Сейітқан сол кезде Алтайдан біздің ауылға мектептің директоры болып кепті. Жаңағы, сонда әкеммен араласып, енді сол кезде ауылдан әкелеріміз сол жаңағы енді беделді, абыройлы болды ғой. Сонымен кеп араласып, сонда мен туылғанда әдейі бұл кісі оқыған адам деп жаңағы арналы сол кісіге айғайлатып қойдып. Кейін Талдықорғанға мен ең алғаш келгенде Сейітқан деген кісі жаңағы Талдықорғанға көшіп келген. Ол кісі мықты, жаңағы өте мықты болған. Соны сәлем беріп үйіне барсам, үйден кетіп қапты. Көшеден кезіп қалдым. Содан кезіп қап, жаңа қаба сәлем беріп нестеп, Қуаныш, үйге бардың ба, мен іздедің ба деп сөйтті. Иә, бардым, сізге арнау сәлем берейін деп бардым деп сөйттім. Десем, сіз үйде жоқ екенсіз. Білесің ба, мен сенің атыңды қойғам ғой деп сөйтті маған. Білем, әкелерім бар, айтқан бар, айтып отырады. Сен күйеусің ғой деп сөйтті. Мына Күлжаттың жақын туысы, мына уақыт ішінде жаңа. Білем, бәрін білем. Ой, рахмет, өркенің өсін. Сен алтынның сынығысың ғой деп маған сөйтіп айтты. Ана сөз жүрегіме керемет келді. Менің әкелерімді өксі жақсы біледі екен. Енді осы келген екесің, осы бетіңнен қайтып енді балам. Дұрыс келдің деп маған бір бағдар, дұрыс бағдар берді сол кісі. Міне ол кісілер қазір неден кетті, анау өзі де кетті, ұлы Қастер де кетті. Қастер деген мықты композитор болған. Мына Шинжаң, былайша айтқанда, мына Шинжаң деп айтамыз Қытай сөзінде. Шинжаң телевизиясында өте мықты жаңағы сазгер, композитор, ақын мықты болған. Жалаң аяқ шығатын жар басына, арқан байлап төсетін жартасына. Туған жердің дәріғай зар боп жүрмін, тіш құйтын жалғыз тал аршасында. Туған жер атамекен, дәм тұзың тартар мекен. Ойласам бәрінен де жалғыздық батады екен. Ойласам бәрінен де жалғыздық батады екен. 20 жасымда тұрмысқа шықтым. Содан үйренген ғой, үлкен кісілерден. Осы үйде үлкен кісі бар, содан үйренген. Құрт ірімшік жасағанды. Сармайды жасаймын, құрт жасаймын. Құртты үйтіп, қайнатып, одан құрт жасаймын. Ірімшікті сүтті ерітіп, ірімшік жасаймын. Сосын қазақтың тағамдарын жасаймын. Табанам пісірам, бауырсақ пісірам. Соның бәрін өзім жасаймын. Құрттан әрине жасаймын, сүзбе жасаймын. Қазақтың тағамы. Денсаулыққа қатты пайдалы. Сол үшін жасап жейміз. Қонаққа саламыз, өзіміз жейміз. Келін қолдағы келін үйреніп жатыр. Мен осы шаңыраққа келін болып түскелі 18 жыл болды. Жастайымыздан келді. Келгенде еш нәрсе білмейтінмін. Қазір барлығын енемнен үйрендім. Үлкен шаңыраққа келін болып түскелі осы шаңырақтан қазақи тағам жасауларды, қазақтың өнімдерін
барлығын осы жасқа дейін енем үйретіп келе жатыр. Бүгінгі жайып отырғанымыз қазақтың ұлттық тағамы ет, еттің астына жайылатын нарын. Бұның барлығын енем өз қолынан жасатып үйретті. Сиыр сауды, құрт жайқауды, құрт қайнатуды, май алудың барлығын қазақи тағамдарды енем осы жасқа дейін осы кісі үйретті. Қазір осы кісінің арқасында барлығын үйреніп жатырмыз. Абай құнанбаев ғылым таппай мақтанба, ғалым таппай мақтанба, орын таппай мақтанба, құмарланып жаттанба, ойнап босқа күлуге, бес нәрсеге асық болып, бес нәрсеге қашық болып, адам боламын десеңіз, төлем алдында оған қайғы жасаңыз. Өтірік өсік бақтаншақ, еншек бекер мал шашпақ. Отан деген атам екен, отан деген туған жер, отан үлкен Қазақстан, туған ел. Мен осы әулетке келгелі 20 жыл болды, келін болып түскелі. Содан бері қарай енем маған барлығын үйретті. Қазақи тағамдарды жасауды, қорт ірімшік алуды, сары майды қалай алуды, барлығын үйретті. Осы сырмақ барлығын бізге жақсылап отырып үйретті. Бұны алды мен не қыламыз, қойды әдемілеп отырып қырқып, содан қаншама өзіміздің ауылдастары шақырып, содан кейін сабап, бұны әдемілеп отырып, содан кейін шиға басамыз. Бұның әуресі өте көп. Одан кейін басып болғаннан кейін кейгізді әртүрлі оюларға салады. Одан кейін әдемілеп отырып жүрмеп, өз-өзімен оюларын өрнектермен жүрмеп болғаннан кейін осындай жиектермен басамыз, әдемілеп отырып. Мына Дәлалқан Ильясұлы деген ағамыз, арғы тегін өзің білесің, Жанбай батырдан тараған Қоңырғажының тұқымы, Ильястың баласы. Енді бұл шаңырақты біз білгеннен бері анау Қытай жерінде тіпті анау ертеден туадан бірге өсіп біте қайнап келе жатырмыз. Сонда енді бұл кісінің шаңырағы арғы әкелері Маңқи болыстан тартып, анау Мәжит қажыдан тартып, Қоңырғажыдан тартып, түсіп кісі келген осындай текті шаңырақ. Осы тектілігін әлі күнге дейін жалғастырып келе жатқан ұлы шаңырақтың бірі. Ағамыздың әкесі Ильяс ақсақалдың тұсында мына біздің ана тұрған әппақ жеңгеміз Ақтайды осы ағамызға таңдап айттырып алған текті шаңырақтың қызы болатын. Ақтайды Сақтай, руы Шотай руынан Қожа деген ақсақалдың қызы. Ол кісі анау жаңағы айтып отырған Қадырхан ақынның Шотайынан шыққан ең текті, ең белді ақсақал болады. Сол кісінің ең атақты қызын осы біздің ағамызға бұйырып айттырып алған. Содан бері екеуіне міне 40 жылдың үстінде қосақ болып, бір семьяның түтінін түтетіп, қаншама ұрпақ өсіріп, небере шөбере сүйіп, үстіп жалғастырып келе жатқан жайы бар. Өзімнің мамандығым химик, биохимия бітіргем негізінде. Ал мынау саңырауқұлақтың вишенка дейтін түрі, орыстар вишенка дейді, қазақтар қоз жауырын деп айтады, қоз құйрық деп айтады. Бұның өзі 150 түрі бар, жеуге болатын саңырауқұлақтың негізінде. Бұл ең көмпіс, ауа райында да жаңағы өсіруге де ең қолайлы, ең қарапайым технологиямен өсетін түрі саңырауқұлақтың вишенка деп аталады. Бұны енді Қазақстанның кез келген өңірінде өсіруге болады. Тіпті Ақтауда да, Атырауға да, шөл далаға да өсіруге болады. Неге десеңіз, бұның теплицасы жаңағы өз қолыңыздан, өзіңіздің ойыңызбенен құрылады. Күн керек жоқ. Бұған тек таза ауаменен, таза су болса болды. Кәсіпкер Серғазы менің кластасым, бірге өстік, бір ауылда өстік, бір мектепте оқыдық. Ол жігіт енді өте дархан жігіт, көңілі кең, әрқандай бизнеске ол кез келген қазақтың азаматына көмектеседі. Мен ғана емес, ол мен кластас деп қана есептемеңіз. Ол кез келген қазақтың азаматына қолынан іс келетін болса, жайылып дастархан болып, соның көмек көрсетіп, соны гүлдендіріп жіберуге даяр тұрады әрқашан. Жүрегі кең жігіт. Енді бұл шаруашылықты ағамыз Серғазы Айтқалиұлы ағамыз құрған, осы жердегі көкөніс егу алаңы қып. Бұл капустаны өзіміз саламыз, көктемде салып, осылай күзде складқа қоймаға сақтап, қала халқының сұранысы бойынша әр күнгі базарға шығарып отырамыз.